Жаңа жылдан бастап айлық есептік көрсеткіш зейнетақы барлығы өсті, ал бұл өсім азық-түлік тауарларына әсер етті ме? Жалпы азық-түліктің бағамы қалай болып жатыр? Сұрап білейік. Супермаркеттерге білмеймін енді. Базардың өзінде арзан жақсы, қолжетімді елге. Кішкене төмендесе тек жақсы болар еді. Осылай тұра берсе де жақсы, тұрақты болып. Бізде тек қана аз ғана мына май жағы көтерілді. Май жағы көтерілді. Басқа жағы әзір өз сенасында тұр. Баға пока тұрақты, бір-екі заттар қымбаттап жатыр. Атақ тұрақты бағада сатылып жатыр. Яшкинаның конфеттері қымбаттаған, өзіміздің Қазақстанның өнімдері қымбаттаған жоқ. Өсіп жатыр күріш дегендер мысалы продукты жағынан ше. Мына облыстан мысалы алма, мына алғым келеді жүзім. Олардың да бағасы қымбат. Eski senaga bari старый senasi. Новый годдан алдыншындай сена еді, hazırım шындай сена. Өскен жоқ бірақ сеналар. Ана жылғымен салыстырғанда осы жыл баға сол қалыпты, сол қымбаттағаны сол бір-екі товар жаңа фирмалар болмаса, қалған бәрі Новый годтан кейін баға тұрақты, әлі сол бір бағамен тұр әлі қазір. Қалбасаң да мұны қазір көріп тұр кәдімгідей, разница 500-600-800 теңге, окорочкаларыңыз да, оптовыйлардың бәрі осы базарда. А так, конечно, дорого. Дорого, да? Люди, которые все покупают в городе, это очень дорого.